Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен past simple қарапайым өткен шақпен танысамыз. Жалпы past simple'дың өткен сабақта мен сіздерге осы past simple'дың to be жетістігімен таныстырған болатынмын. Бүгін біз сіздермен past simple'дың негізгі жетістіктерімен танысатын боламыз. Жалпы past simple бізде regular verbs and irregular verbs жетістіктерімен жасалады. Regular verbs дегеніміз дұрыс жетістіктер, экранда көріп тұрғандарыңыздай мен жазып қойдым. Irregular verbs дегеніміз бұрыс жетістіктер. Енді қараймыз. Regular verbs дегеніміз не? Жалпы regular verbs ол жетістікке D немесе ed жалғану арқылы жасалынады. Яғни D немесе ed жалғану арқылы жасалынады. Мысалға келетін болсақ, мысалы work, жұмыс істеу. Worked. Яғни жұмыс істеді. Келесі, мысалы close, жапты, closed. Байқап отырсаңыздар, work бізде кейден аяқталып тұрғандықтан мен ed ғана жалғаймын, worked. ed жалғаймын. Ал егер close ed-дан аяқталып тұрғандықтан мен уже ed жалғамаймын, мен жай ғана d жалғаймын. Яғни екі i болмайды. Close, closed. Келесі open, opened. Open, opened. Немесе stay, stayed. Stay, stayed. Жалпы көріп тұрсаңыздар, дұрыс жетістіктер бізде осылай жасалынады. Жетістікке D немесе ed жалғану арқылы. Енді кеттік бір мысал жасайық. Мысалы, Терри банкте 2005-тен 2011 жылға дейін жұмыс жасады дейік. Өткен шақта жұмыс жасады, яғни ол адам қазір жұмыс жасамайды. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Яғни 2005-тен 2011 жылға дейін жұмыс жасады, worked өткен шақта. Енді осы сөйлемді, дәл осы сөйлемді мен сіздерге болымсыз айналдырып көрсетейін. Жалпы болымсыз қалай жасалады? Терри банкте жұмыс жасаған жоқ дейік. Яғни болымсыз сөйлем бізде did арқылы жасалады. Мысалы, Terry didn't work in a bank. Мысалы, 2012 жыл дейік. 2012. Яғни Терри 2012 жылы банкте жұмыс жасаған жоқ. Болымсыз сөйлем, мына жерде байқап тұрсаңыздар, болымсыз сөйлем жетістіктің алдына didn't көмекші жетістік арқылы жасалынады. Яғни didn't қойылған кезде work деген жетістікке біз ешқандай жалғау жалғамаймыз. Жетістік өзінің бірінші формасында жазылады. Terry didn't work in a bank in 2012. Келесі, енді осы сөйлемді сұраққа айналдырайық. Терри банкте жұмыс жасады ма? Сұрақ бізде басталады did-дан. Жаңа ғана айттым, яғни сіздер білесіздер, present simple'да бізде сұрақ қойғанда көмекші жетістік бізде do және does. Өткен шақта сол do, does бізде өзгереді did-ға. Енді Терри банкте жұмыс жасады ма? 2012 жыл Терри банкте жұмыс жасады ма? Did Terry work in a bank in 2012? Сұрақ. Терри 2012 жыл банкте жұмыс жасады ма? Байқап тұрсаңыздар, сөйлемде did тұр. Және де жетістікке біз ed жалғамаймыз. Жетістік өзінің бірінші формасында қалады. Себебі сөйлемде did тұр.
Did Terry work in a bank in 2012? Яғни Терри банкте 2012 жылы жұмыс жасады ма? Енді жауап берейік. Жоқ, ол жұмыс жасаған жоқ. Немесе иә, ол жұмыс жасады. Бірінші иә деп жауап берейік. Иә, ол жұмыс жасады. Yes, he did. Ал егер ол жұмыс жасамаса, мен айтамын no, he didn't. Жалпы сұраққа жауап, егер сіздерде сұрақ дидпен басталған болса, сіздер жауап бересіздер дидпен. Яғни yes, he worked деп жауап бермейсіздер. Yes, he did. Did Terry work in a bank in 2012? Yes, he did. No, he didn't. Енді арнайы сұрақ қояқ. Мысалы, 2005 жылы банк 2005 жылы Терри қайда жұмыс жасады? Where қайда деген иә бізде? Where did Terry work in 2005? Яғни 2005 жылы Терри қайда жұмыс жасады? Where did Terry work in 2005? Енді жауап берейік. Ол банкте жұмыс жасады. He worked in a bank. Болды. Жалпы бізде сөйлем осылай жасалады. Бірінші сөйлем бізде болымды сөйлем болды. Яғни Терри 2005 пен 2011 жылдың аралығында банкте жұмыс жасады. Екінші сөйлем мен сіздерге жаңа көрсеттім, болымсыз, яғни дидпен жасалады. Дид тұрғандықтан етістікке ed жалғанбайды. Didn't work, яғни жұмыс жасаған жоқ. Келесі сұрақ қойғанда біз дидпен бастаймыз және етістікке ed жалғанбайды. Жауап береміз дидпен. Яғни сұрақ дидпен қойылып тұр, сондықтан біз дидпен жауап береміз. Yes, he did. No, he didn't. Енді егер сіз арнайы сұрақ қоятын болсаңыз, мысалы, Терри 2005 жылы қайда жұмыс істеді, егер нақтылап сұрағыңыз келсе, онда бізде арнайы сұрақтар, олар бізде WH questions дейді, яғни WH-тан басталады. Қайда, қашан, кіммен, неге деген сияқты. Енді бізде сұрақ 2005 жылы Терри қайда жұмыс жасады? Сіз жауап бересіз, ол банкте жұмыс жасады. He worked in a bank. Болды. Енді сіздермен келесі бұрыс етістікке келейік. Irregular verb. Бұрыс етістік ол бізде етістіктің екінші формасы, яғни verb to деп айтамыз. Verb to етістіктің екінші формасы ол не? Бұл жерде бізде ешқандай жалғау жалғанбайды, етістіктер өзгереді. Мысалы, жаңағы do немесе does алатын болсақ, мысалы, do және does алатын болсақ, жаңа сіздерге көрсеткен. Өткен шақта өзгереді did. Do does. Go етістігін алайық. Өткен шақта өзгереді went. Мысалы, have деген етістікті алайық. Өткен шақта болады had. Мысалы, сатып алу. Buy. Өткен шақта болады bought. Жалпы бұл бұрыс етістіктерді біз жатқа білу керекпіз. Жалпы бұрыс етістіктер бізде кез келген интернеттен тауып алсаңыздар болады. Irregular verbs деп сіздерге тізім шығарады. Сол тізімнен жаттап алсаңыздар болады. Енді кеттік, мысал келтірейік. Мысалы, мен кеше көйлек сатып алдым дейік. I bought a dress yesterday. Кеше мен көйлек сатып алдым.
Көріп тұрсаңыздар, buy деген сатып алу, мен оны өткен шақта жазып тұрмын. I bought a dress yesterday. Себебі мен бұл көйлекті кеше сатып алдым, сондықтан мен оны өткен шақта жазамын. I bought a dress yesterday. Енді айтайық, мен кеше куртка сатып алған жоқпын. I didn't buy a jacket кеше емес, өткен апта дейік, last week. Яғни мен кеше куртка сатып алған жоқпын. Енді қараңыздар, болымсыз сөйлем жасаған кезде бізде жаңағы did болады, және етістік өзінің бірінші формасында тұрады. Яғни мен I didn't bought деп айтпай, мен айтам I didn't buy. Енді сұрақ қояйық осыған. Кеше сен көйлек сатып алдың ба? Did you buy a dress yesterday? Did you buy a dress yesterday? Яғни сіз жауап бересіз, я, мен сатып алдым. Я, мен сатып алдым. Yes, I did. Ал егер мен сатып алған жоқпын десе, мен айтам, no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Енді сұрақ қояқшы, сен қайдан көйлек сатып алдың? Немесе қашан сатып алдың деп қойсақта да болады. Қайдан деген where, так, бізде жаңа қолданылды, where, давайте қашан деген сұрақты алайық. Сен қашан көйлек сатып алдың? When did you buy a dress? Сен қашан көйлек сатып алдың? When did you buy a dress? Мен айтам, мен көйлекті кеше сатып алдым. I bought it yesterday. I bought it yesterday. Жалпы осы. Енді қараңыздар, тағы да әдетістерге түсіндіріп кетейін. Яғни bought өткен шақ, buy сатып алдым, өткен шақ формасы. Мен кеше көйлек сатып алғандықтан өткен шақ қолданам. I bought a dress yesterday. Енді, ал егер мен сатып алған жоқпын десем, болымсыз айналдырсақ, didn't және біз bought деп жазаймыз, яғни buy етістіктің өзінің бірінші формасы жазылады. Дәл regular verbs тағында айырмашылық жоқ. Сұрақ қойғанда тура солай did және buy өзінің бірінші формасында тұрады, яғни біз bought деп жазбаймыз. Жауап береміз did пен қойылғандықтан, yes, I did, no, I didn't. Сұрақ қойғанда when did you buy a dress? Сен қашан сатып алдың? Сұрақ қойғанда бізде бірінші сұралы сөйлем, сосын көмекші етістік, бастауыш және негізгі етістік тұрады. Бұл яғни орналасу тәртібі сұрақ қоюдың. Және сұрақ өткен шақта қойылып тұрғандықтан, мен өткен шақта жауап берем. I bought it yesterday. It дегеніміз көйлек деген сөз, яғни мен оны кеше сатып алдым деген деп айтқанда, мен айтам I bought it yesterday. Жалпы осындай дұрыс етістік және бұрыс етістіктің жасалу жолдары сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қазір мен сіздерге жалпы осы иде жалғаған кезде бізде кішкене өзгешеліктер бар. Қандай өзгерістер болады, мен сіздерге қазір соны түсіндіріп кетейін. Мысалы, қараңыздар, егер біз жалған кезде етістік, мысалы алайық, stop. Stop деген етістікті қарасақ, бізде соңында бір дауыссызбен аяқталып тұр. Stop. Яғни O және P. Stop. Сондықтан мен жалған кезде екі P жазам. Stop. Put. Яғни екі еселеді. Соңғы дауыссыз дыбыс екі еселенеді. Stop. Stopped. Тағы да бір мысал. Plan. Жоспарлау. Жоспарлады десек. Planned.
Енді келесі, егер бізде етістік, мысалы copy. Егер бізде етістік y-ға аяқталса, және y-дың алдында дауыссыз дыбыс тұратын болса, онда y бізде i-ға өзгереді. Мысалы, copy, copied. Яғни y i-ға өзгереді және ed жалғанады. Copy, copied. Ал егер дауысты дыбыс тұратын болса, мысалы, stay. Қарап тұрсаңыздар, y-дың алдында дауысты дыбыс тұр, stay. Біз ештеңке өзгертпейміз. Stayed. Жай ғана жалғайсыздар, яғни өзгермейді. Ал егер дауыссыз дыбыс тұратын болса, онда y i-ға өзгереді, copied. Жалпы осындай өзгешеліктер бар. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Мен әрдайым сіздерге жауап беретін боламын. Сіздерге барлығы ұнады деп ойлаймын. Рахмет.